Ал мынау біздің келесі үйіміз. Неге бағасы арзан болып тұр? Шындықты айтайын, бұл үйде аруақ бар. Аруақтар? Сіздерге дейін тұрған адамдардың барлығы ес-түссіз жоғалып кетті. Бұл қарғыс сатқан үй. Тұрмайтын шығарсыздар, я? Сол да проблема болып па? Ойбай, 300 мың теңге айына. Бұдан арзан Алматыда квартира таппаймыз арендаға. Мән, тегін ғой почти. Тұра береміз, аруақ-паруақ бәрібір бізге. Жақсы. Қызым, не салып жатсың? Мынау менің отбасым. Ал мынау бізбен бірге тұратын тәтте. Әне тұр. Хозяйка екен деп шошып кеттім ғой. Қызым, шошытпашы. Аруақ екен ғой. Бірге ойнай беріңдер. Туй өзі. Арытыршы. Надоел. Ай, жыпықтатпай кетші бар. Кино көрсетпедің ғой адам сияқты. Біз что-то түсінбедік. Квартираның ақшасын біз төлеп жатырмыз, коммуналканы біз төлеп жатырмыз, интернет барлығын біз төлеп жатырмыз. Сіз что-то тегін тұрып жатсың ба сонда? Онда бізге көмектес. Үйді жина, біз жоқта, балаға қара. Хотя бы сөйтіп бір жағына шығыз. Әйтпесе үйді аластап тастайын, бомбыж аруақ боласың далада. Дұрыстап сүрт, я, ана жерде. Жина. Қашан өсіп квартира снимать етіп тұрамыз, айына 300 мың теңге төлеп. Ал енді призрак жан, біз көшіп бара жатырмыз. Нұрлы Хом арқылы BI Group'тан үй алдық. Енді басқа үйде тұрамыз. Сен енді басқа кісілерді қорқытасың енді. Сені де қимай тұрмыз енді, үйреніп қалдық енді, аман бол енді, қайда жүрсең де. Жақсы, сау бол. Туф, мынау қаяқта жүр? Мә, ренжімес жан. Туф, жан, қайда жүрсің? Қан жерде біреулермен төбелесіп қалып едім. Мен Абай Мақатаева апарып тасташы, мен кешігіп жатырмын. Ойбай, такси шақыра салмайсың ба? Алматыда 10 балл пробка, давай тез апарып тасташы. Ай, жарайды. Туф, немеге көтермей жатыр мынау? Не істеп жатыр соншалықты? Не болды? Алло, мен саған 2 минут болды звондап жатырмын, неге көтермейсің? Мен төбелесіп жатыр, уақыт жоқ. Қойшы оданша уже мен жақсы көрейін деп айтып салсаңшы. Все, мен сені блокқа тығамын, пока. Туф, барлық фотоларда мен түрім онша емес шығып қапты. Давай қайтадан үшеш мен түсірейін. Қойшы, 20 рет шықтық қой, мен паутинлан бітіп қалды уже. Жалко, я саған. Мынау ма сен жігіттің человек-пауық па? Иә, мен сол жұмысым сол ғой. Басқа серьезный нәрсемен айналысатын жігіт табылмады ма? Сендер өз кескен тұштан етіп жүргенде ОБТ-ға кім дайындалады? Жоқ, мен ОБТ-ға дайындалып жүрмін. Глюкоза арқылы дайындалып жүрмін ғой. 5 пән алған балаларға осындай бокс сыйлыққа беріледі. Оқушылардың әрбір үшіншісі таңдау пәнінен 40+ алған. 2026 жыл 137 балл алған Нұржан осы глюкозада оқыған. Биология, география, химия, тарихта жаңартылған методика. Әр пәннен қайталау айлары бар. 50-50 балға дайындайтын лидер плюс жобасы да бар. Ай сайын пробный тест және нұсқа талдау болады. Толығырақ білу үшін инстаграмдарына жаз. Молодец, бірақ енді кейін күйеу балам кім десе, человек-пауық деп айтам ба? Человек-пауық болған қиын ғой, айтшы. Оны ешкім түсінбейді. Мысалы, белім ауырады. Жан! Ах ты изменщик! Ей, ол мен коллегам ғой, тоже человек-пауық қой. Болды, біз айрылыстамыз. Мен как раз Дэдбул свиданияға шақырған, сонымен бүгін кездесем. Ой. Бірақ енді кейін күйеу балам кім десе, человек-пауық деп айтам ба? Человек-пауық болған қиын ғой, айтшы. Оны ешкім түсінбейді. Мысалы, белім ауырады. Жан! Ах ты изменщик! Ей, ол мен коллегам ғой, тоже человек-пауық қой. Болды, біз айрылыстамыз. Мен как раз Дэдбул свиданияға шақырған, сонымен бүгін кездесем. Ой. Сәлем. Шешін төрлет. Ей, ондай мағынада емес. Шешін дедің ғой? Мына видеоны қараш, жарыласың. Жарыласың? Бомба бар ма мына жерде? Жоқ, күлкіден өлесің деймін, қарашы. Өлесің? Мен жаспын, мен өлім келмейді. Әй, күлесің деп жатырмын. Қош болды. Үстейтпейсің ба? Давай оданша тамақ түріп алайық. Не үшін тамақ тұрамыз, оның не жазығы бар оның? Жейікші деймін. Орларының қолы алтын. Қой ше? Қол алтын болса қатты болады ғой, тамақ істей алмайды ғой. Қуасың я сені? Мен күн ысып кетті я? Яу, менің горячылығым ғой ыстып тұрған. Сен ыстып жүрсің бе? Сен білесің бе, біздің үйде кондер жоқ. Ыстықта қандай қиын екенін, менің әжемнің давлениесі бар, соны неге ойламайсың? Менің мысығым ұрықпады ыстықтан, сен кінәлісің бәріне. Обязательно ысыту керек я күнді. Өзінің горячылығымен я, мен полицияға звондап, дереу суыт даланы. Қош болды, немене бәле? Барлығын прямой түсінесің бе, прикол түсінбейсің бе сен? Қош болды, миымды ашытпашы. Миың тамақ емес қой, ашып кететін. Басыңды қатырмаш. Сізді басын жұмсақ па не? Туй, миым жемеші. В смысле, мен ми жемеймін, мен каннибал емеспін, мен пицца жеймін.
Сәлем, тез таныс салайықшы, мен 20 минут уақытым бар, сабағым басталады. Сен мұғалімсің ба? Иә, мен мұғаліммін. Өзің туралы айта бер. Менің есімім Арман, мен фрилансермін. Естіп жатсың? Мен балалардың дәптері ғой, мен тез тексеріп салайыншы, сен айта бер, мен сені тыңдап отырмын. Мен 18 жасынан бері хайхилсқа қатысам. Туф, неменеге қайта бір қателікті қайталай береді мынау? Дастан 2. Бәрі нормально ма? Кешір, мән бермеші. Сол бос уақытында бачата билеген жақсы көр. Сабинаның мамасы, мен білмеймін оның кроссовкасы қайда екенін. Өзі ие болып жүрмей ма? Ата-аналар ғой осылай маза бермейді жазып. Ренжімеші, ары қарай жалғастыра берші. Сосын бос уақытында квадробикпен айналысып. Тоқташ, мен саған как раз айтайын деп едім. Мынау сенің маған жазған сообщениең, сәлем деген кезде әрпі жазылады. Одан кейін қалқалай емес, қалың қалай деп бөлек жазылады. Және де сұрақ белгісі қайда? Болама сосын ма деген демеші шуа бөлек жазылады деп мен саған неше рет айтам. Болды саған 2. Мынау қайта мен директорға шақырам. Ой, кешірші, менде бұл профессиональная привычка. Тоқташы, мұғаліммен кездескен біртүрлі екен, мен кететін сияқтымын. Иә, кете бер. Онсыз да мұғалімдерді жеке өмірге мүлде уақыт жоқ. Еще қамиға барып, қымызды презентация слайд көрнекіліктер жасау керекпін. Тоқта, жарайды. Сен соның барлығын әлі күнге өзің істейсің ба? Шыбындарда иттің балдар. Қайын жұрт соғып отыр. Иә, келатқан жоқ па? Жоқ, келатқан жоқ. Құдай сақтасын. Мен шақырып отыр, кел дейді. Саған не бар? Жұмыс бар дейді. Жұмыс? Иә, немерем сағындым, алып кел осы жағынан. Осы жақтан 40-нан шығарамыз дейді. Ана Тойотасы бар екен ғой. Қуасың ба сен 40-нан шығару дейтін. Мен өткізем ғой өзім. Жоқ, әуре болмай қой, Тойотасы бар екен, сосын Не Тойота? 45 соны айдайсың дейді. Алматыда жұмыс бар, саған кәсіп ашып беремін. Саған? Иә, көп емес, шамалы бір 10-11 жылдай болсын. 11 жыл? Иә, сол. Ұнап Иттің баласы ғана. Айтқан шығарсың мен, балам жалғыз баласың, мамамның қолындағымын. Айттым, қалай кетемін мен? Иә. Қалай барым шешем тастап, самолетке билет алып беремін деп. Самолет? Иә. Енді алып берген сол самолетке кешке ұшамын. Давай аманшылықтан. Тұра тұр, жалмауыз. Ау жан шығыватырмын. Мен не істеймін? Білмеймін, жіберші. Жалмауыз. Конченый албаст. Сіздің телефон нөміріңіз болады ма? Жоқ, мен бүгін телефонымды ұрлап кетті. Онда полицияға Таптым. Алло, иә? Менің атым Арман, сіздің есіміңіз кім? Менің есімім Сандуғаш. Сандуғаш, қандай әдемі есім. Жан торттар дайын ба? Иә, қазір. Сіз күнде қалмай келеді екенсіз, Самал кексін торттарын жақсы көрем. Ақтөбедегі номер 1 торттар ғой. Айтпақшы, сіздің жігітіңіз бар ма? Иә, мен жігітім бар. Еще боксер жігітім. Боксер? Құмаш айжан, сен туылғалы жігітпен жүрмедің ғой? Сіз бүгін кешке боссыз ба? Может, свиданияға барамыз? Иә, мама. Әже, больницаға түсіп қалды ма? Мен бүгін кешке... Алло, әже, қалайсыз? Иә, мен сол жұмыстам. Сіз сондай әдемісіз, сізге бір көргенде ғашық болып қалдым ғой. Сіз... Не дейсіз, естілмейді. Неге тамақ жемей отырсың? Мен жырын тамақ жей алмаймын, маған без глютеннен тамақ керек. Үйде жейтін не бар? Папа, холодильникте жаңа жылдан қалған салат пен тұрып қалған макароннан басқа дым жоқ. Әкел, жұмыртқамен араластырып жей беремін мен. Тәтті бірдеңе жегім келіп тұр ше. Енді барып сатып алсаңшы. Тәтті бірдеңе жегім келіп тұр. Тәтті? Болды ғой, саған ең күшті тәттілерді алып беремін онда. Бізге самый күшті торттарыңызды беріңізші. Қызым, Самал кекстің торттары. Бұл Ақтөбедегі ең танымал номер 1 торттары ғой. Осы жерден келіп дайын торт алсаң болады, на заказ кетсең болады. Өздерінің цехтары бар. 100% халал, мен үнемі осы жерден аламын, қызым. Ас болсын. Вау, рахмет, папа. Мен жатта ауырып қалған сияқтымын. Онда саған емделу керек. Аптекаға барып дәрі алсаңшы. Қызым, ауырып қалдың ба не? Жоқ, жай суық тиіп қалған ғой деймін. Скорыйға звондаймын мен қазір. Жоқ, папа, керек емес. Міне қыздар, витамин барлығын алып келдім. Дұрыстап жеп алсын осының барлығын. Рахмет, папа. Қазіргі жігіттер не болып кеткенсіңдер? Сосын да мені обесценивать етіп отырсың ба? Сен газлайтер, абьюзер, мені психологический травма көрсеттің ғой маған. Это отношение не для меня, мен кеттім. Что-то мама қатты жатыр ғой. Ертең басылады. Күйеу бала, сәлем бердік қайната. Не болды? Саған әкең тамақ істеуді үйретпеген бе? Не мына тамағың? Қазір дұрыстап істейме, кешіріңіз, е? Не бәлем мына шайларың? Түф, мына күйеу бала әлі күнге шай қоюды білмей ма? Қанша рет айтамын, енеңе қою қып құясың деп. Кетті, сөз көтер алмайды. Бір дұрыс сұрақ күйеу бала табылмады ма, қызым? Мені сендер не бұл үйге құл қылып алдыңдар ма? Еще маған бала неге қайта айтып маған ұрса береді? Өзі таңнан кешке жұмыс істейсің, мені осы үйге қамап қойдың 4 қабырғаға. Қойшы еркек,
ата енеге қызмет ету әрбір еркектің міндеті. Бір жыл шыдаш, одан кейін бұйырса бөлек шығамыз. Сен бір жыл бұрын сөйтіп айтқансың. Әй, күйеу бала. Сәлем бердік қайнада. Сендер ма менің квартирамды көруге келген? Иә, біз ғой. Менің квартирамда баламен тұруға болмайды. Бала? Қайдағы бала? Бізде бала болды ма не? Бізде бала жоқ, екеуміз ғана. Семейный параға тоже бермеймін. Мен жалғызбын, семейный пара емес, өзім жалғыз тұрам бұйырса. Менің квартирамда ұлдарға тұруға болмайды. Тәте, мен как раз қызбын ғой, мен ұл деп ойлап қалдыңыз ба? Тұрғың келсе маған 3 айдың ақшасын депозит қып бересің. Иә, тәте, бар ғой, міне. Үйді көре берсек болады ма? Менің үйінде тұру үшін 100 рет отжимания, 100 рет приседание жасау керексің. Істей аласың ба? Болды ма? Енді үйді көре берсек болады ма? Сен менің үйімде тұруға лайықты екенсің. Жүр үйді көрсетем. Мінеки квартира айына 500 мың теңге. Плюс коммуналка отдельно. Анау-мынау адамдарды әкелмейміз, шуламаймыз. 500 мың теңге мына квартира үшін? Иә, арзан ғой. Сіздің есіңіз дұрыс па? Біз сол үшін бағана бір қиналып жүрмін ба? Керек